Айдана мен өтініш жасадым, дәл осылай жасап берші деп. Бұның барлығы өзіміздің өйстіп ақылдасып жасаған нәрсеміз. Шынымды айтайын, мен шырайымға ойнаған жоқпын. Менде шынайы сезім болды. Уже барлық бағаналы бер қатысушылар айтып жатыр, үйтіп жатыр, төмендетті де, таптады да. Бірақ мен қалай ойнаймын, мен уже ойнайтын нәрседен өтіп кеткен бауырсақан. Мен просто өткенде егер шырайдың өзін есінде болса, ортаға барып алып шығайыншы. Әрине. Бұл яғни шырайлымға жасалған пранк болатын Айдана сол себепті де келген еді. Ең алғаш осы тұрғыда Айданаға көп рахмет айтайын. Иә, Айдана. Айдана келген жоқ, иә. Маған көмектесті, жай ғана өзім өтініш жасадым, қабыл алды. Иә, Айдана сізге көп рахмет. Және қоштаспаймыз әзірге. Жанымда тұра тұрыңыз, сіз айтып алыңыз. Есіңде ма? Мен саған ана жерде отырғанда Аян ұсыныс жасады ғой Мадинаға. Сол кезде айтқам, саған осындай бір пранктар ұнай ма дедім да. Осындай бір ұсыныс жасасам қалай қарайсың деген әзілдеп айтқам. Сол кезде жоқ, ондай керек емес деді. Білдім, мен эмоция алғым келді, эмоциясын көргім келді, шынайы ойын білгім келді деген мақсатта. Негізде ешқандай ойым болған жоқ. Саған деген ойым шынайы. Және сен өзің айтқандай менде де сезім бар. Оны сен білесің. Яғни таныстыққа? Иә, менімен бірге таныстыққа қалай қарайсың? Шырайлымды жылатып, уайымға салдырып, сізден түңіліп кетті ғой шырайлым деген. Яғни жақсы. Негізі мен кәдімгідей таңғалып қалдым да. Қалай? Қалама? Не болып кетті деп өзім түсінбей қалдым. Негізі мен де ұнатамын. Өзім енді бүгін түсіндім. Негізі ұнатпаймын деп ойлаған. Бүгін түсіндім ұнататынымды. Жаңа Айданамен көрген кезде не ойладыңыз? Мен вообще отырама кеттім, шығып кетпей кетті, бірақ сәбелейсіз өзімді түсіріп қоймайын деп сондай мақсат. Иә. Енді таныстыққа не дейсіз?